Менің атым Рахманбек Арыс. Мен бірінші сырайесте 6 мен 12 ғасырда өмір сүрген, Қазақстан мемлекетінде өмір сүрген мемлекеттер туралы айтамын. Бізде ең бірінші мемлекет ол түрік қағанаты. Түрік қағанаты 552-603 жылдары аралығында өмір сүрген. Ең біріншіден 546 жылдары білге қаған теле тайпасын бірінші теле тайпасын жеңіп, ол Қытаймен аралас бастайды. Қытай оған елші жібереді түріктерге, түріктер Қытайға елші жіберіп, Қытаймен жақсы қарым-қатынас орнатып алады, және де түріктер біздің мемлекетіміз мықты болады деп ойлап бастайды. Содан кейін 552 жылы білге қаған өзінің мемлекет құрып, өзін қағанын атайды. Оның территориясы Шығыс Европа, солтүстік Моңғолия мен Амударияға дейін барады. Және де білге қаған 553 жылы қайтыс болып, оның орнына Қараеске отырады. Қараеске бір-ақ жыл билесе де, ол жужандарды қырады. Сосын оның Қараескеден кейін Мұқан қаған отырады. Мұқан қаған 573-572 жылдары отырады. Ол және де Мұқан қаған мен Иштими қаған, сол екі қаған кездерінде мемлекет жақсы дамып бастайды. Және де сол кездерде олар жібек жолында сауда-саттықпен айналысады, көптеген мемлекеттермен қарым-қатынас жасайды, территориясын үлкейтеді. Мысалы айтсақ, олар Иранға қарсы Византиямен одақтасып соғысқан. Және де сол Иштими қаған сол Кавказды алды, және де 576 жылдары ол Крымға дейін жетті. Және де сол Иштими қаған өлгеннен кейін мемлекет арасында көптеген билікке тартыстар басталды. Және де сол көптеген мемлекеттер түрік қағанатын қысып бастағаннан кейін қағанат екіге бөлініп кетті, батыс және шығыс деп. Енді батыс түрік қағанатына келетін болсақ, ол 603 пен 704 жылдары 603 пен 704 жылдары болады. Және де оның астанасы Суяб, және де жазғы ордасы Мыңбұлақ болады. Және де батыс түрік қағанатында кезінде Жегуй қаған мен түн жабғы қағандар мықты болады. Және де сол батыс түрік қағанатында 640 пен 657 жылдары билікке талас басталады. Және де Тан империясы сол Жетісуды басып алғаннан кейін оларға қысым көрсетеді. Және де сол батыс түрік қағанатын сосын түргештер басып алады. Сосын 704 жылы түргештер құрылады. Ал бізде тағы шығыс түрік қағанаты бар. Ол екінші түрік қағанат деген атпен танымал. Және де ол 682 мен 744 жылдары құрылады. Оның территориясы Қазақстан, орталық Азия мен шығыс Түркістанға дейін барады. Және де ол сол шығыс түрік қағанаты ол қалай құрылады? Олар Қытаймен соғысады. Қытаймен соғысқаннан кейін ол қалпына келіп, және де білге қаған мен күлтегін қағандар сол екі қаған мемлекетті дамытады. Және де олар Қытаймен жақсы қарым-қатынаста болады. Және де Тоныкөк деген қолбасшы бар. Тоныкөк қолбасшысы ол сол түріктердің жауынгерлерінің даңқын көтереді. Сол мысалға айтсақ, сол күлтегін, Тоныкөк жазуларын біз білеміз. Сол
күлтегі мен тоныкөк жазулар туралы. Және де түрік қағанатынан кейін келесі түргеш қағанаты, ол батыс түрік қағанатына орын басады. 704 пен 756 жылдары үшлік қаған бірінші қағаны болады. Және де астанасы Суяб, сосын Тараз. Сосын ол түргештер екіге бөлінеді. Сары түргеш пен қара түргеш деп бөлінеді. Сақал қағанға бағынатындар олар сары түргеш дейді, ал сұлу қағанға бағынатындар оларды қара түргеш деп айтады. Және де сақал қаған кезінде, яғни 706-711 жылдары, сол кезде тартыс болады билікке сол сақал мен сұлу қаған арасында. Сол кезде сұлу қаған, сақал қаған қайтыс болғаннан кейін отырады. Ол кезде ол түргеш қағанатына тыныштық орнатады. Және де 723 жылы олар арабтармен соғысады, және де арабтарды жеңеді. Бірақ 732 жылы сұлу қаған 732 жылы Бұхараны олар жаулап алады. Бұхараны жаулап алғаннан кейін сұлу қаған 737 жылы қайтыс болады. Сұлу қаған қайтыс болғаннан кейін 751 жылы 5 күндік атлық шайқасы болады Тараздың жанында. Ол шайқаста Қытай және де Қытай арабтармен соғысады. Соңында қарлық арабтардың жағына өтіп, Қытайлар жеңіп кетеді. Сосын сол кезден бастап ислам діні сол Азияда тарап кетеді. Және де 756 жылы қарлықтар сол түргештерді қысқаннан кейін түргештер қағанаты құлайды. Сосын біздікі келесі қарлық қағанаты. Қарлық қағанаты 756-940 жылдары болады. Және де Алтайдан Балқашқа дейін, территориясы Алтайдан Балқашқа дейін болады. Олардың қарлық қағанатында 3 басты тайпа бар. Олар Бұлақ, Шығыл, Яғма деген 3 тайпа болады. Оларға саманиттер қысым жасағаннан кейін олар кішкене әлсіреп бастайды. Сосын 10-шы ғасырда әлсірейді. Әлсірегеннен кейін Баласұғынды басып алады. Және де 940 жылдары олар ыдырап құлап, оның орнынан Қарахан мемлекеті пайда болады. Және де бізде келесі ол Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті негізі сол 22-24 тайпадан құралады. Олар 10-11 ғасырларда өмір сүреді. Сосын олардың басы Жабғу дейді. Олардың қағаны Жабғу болады, басында тұрған адам. Сосын Күлеркін оның қолбасшысы, және де Сүйбашы деген ол қолбасшы болады. Ал Күлеркін деген оның Жабғудың, яғни көмекшісі болады. Сосын олар Киев Русьмен одақтасып хазарларды жеңеді. Сол соғыстан кейін олар осы Орта Азияда беделді мемлекеттердің бірі болады. Олар территориясын үлкейтіп бастайды да, көптеген халыққа олар көптеген мемлекеттермен байланыс орнатып, беделді мемлекеттердің бірі болады. Және де оларды 11 ғасырдың екінші жартысында қыпшақтар сол оғыздарды Сырдария және Аралдан ығыстырып тастайды. Сол территориясын ығыстырғаннан кейін олар әлсіреп бастайды. Сосын олар бөлініп кетеді. Бір бөлігі олар Қараханға және Қыпшақтарға кіріп кетеді. Екінші бөлігі Европа мен Кіші Азияға қашып кетеді. Сосын ұйғыр мемлекеті бізде 744 пен ұйғыр мемлекеті 744 мен 840 жылдары билік етеді. Және де оның басшысы Құтлық Білге қаған. Олар буддизм мен манихей дінін ұстанады. Және де олар Енисей қырғыздарынан құлайды. Бірақ бір бөлігі Қытайға және бір бөлігі Шығыс Түркістанға қашып кетеді.
Сосын Қарахан мемлекет, бізде Қарахан мемлекеті бізде 942 мен 1212 жылдары билік етеді. Олар баласағанды және де сол баласағанды басып алғаннан кейін, сол қарлық көсемі баласағанды басып алғаннан кейін өзін сол жақта қағанмын деп жариялап, сол Сатық Бұғра деген қаған деп жариялап, сол Қарахан мемлекетін бастайды. Сосын оның баласы Мұса 960 жылы сол ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялайды. Ол Қарахан мемлекеті бірінші мемлекет, который ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялаған. Сосын 11 ғасырдың 30 жылдары олар екіге бөлінеді. Сосын олар әлсіреп бастайды. Әлсірегеннен кейін қара қытайлар жетісумен сол баласағанды басып алады. Сосын Қарахан мемлекеті 1218 жылы құлап қалады. Келесіде бізде Қара Қытай мемлекеті, олар 1128 бен 1213 жылдар арасында өмір сүрген мемлекет. Және де олар негізі Ляо империясынан шыққан, және де баласағанды басып алған. Олардың билеушісін Гурхан деп айтады. Және де олар Жетісу мен Мауреннахрды қаратты, сол жерлерді жаулап алды өздері. Сосын жібек жолында сауда-саттықпен белсенді айналысқан. Олар бірақ бір минусы, олар халыққа салықты көп төлететін. Сол үшін халық оларға наразы болып көптеген көтерілістер жасайтын. Сол көтерілістердің кесірінен мемлекет кішкене әлсіреп бастады. Сосын 1213 жылы оларды Найман мемлекеті оларды құлатып, сол құлатқаннан кейін сол кезде моңғол шапқыншылығы сол жылдары уже бастала бастайды. Келесіде бізде Қимақ мемлекеті. Қимақтар 9 және 11 ғасыр арасында өмір сүрген мемлекет. Және де олар 8 ғасырдың соңында олар Ертіс өзенінің бойында мемлекет құрып бастайды. Олардың астанасы Имақия. Және де 840 жылдар ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін соның орнына құрылған мемлекет. Және де ұйғырлар Қимақтарға да қосылған. Және де олардың басшысы Ягбу. Сосын олар негізі ішінде 12 тайпа бар. 12 тайпадан құралады. Және де 11 ғасырда олар ыдырап бастайды, өйткені Ляо империясы ұлғаяды. Және де оларға қыпшақтар көптеген шабуылдар жасап бастайды. Сосын бізде келесі ол Қыпшақ хандығы. Қыпшақ хандығы 11 мен 13 ғасырлар арасында өмір сүрген мемлекет. Олар Еділ бойында және солтүстік Кавказ жақтарда өмір сүрген. Олар негізі құрамында көптеген тайпалар болған. Мысалы, олар түрік тілдесте болған, славяндарда болған, болғар дегендерде болған. Сосын олар тәңіршілдік, діндері тәңіршілдік пен ислам, және де христиан дінін ұстанған, және де еврейлердің иудей дінін ұстанып, ол тарап кеткен иудей дінін ұстанған. Және де сол еврейлер тарап, сол уақыт өте кете сол еврейлер сол мемлекетте көбейе түседі. Сосын сол мемлекетті Хазар хандығын қаған басқарады. Ең жоғарғы лауазымы қаған болады. Және де одан кейін Тархан және де әскер топтары.
Негізі олар Византиямен және де арабтармен жақсы қарым-қатынаста болып бір-бірлерімен сауда-саттықпен айналысты. Және де 10 ғасыр олар Русь және қыпшақтар қысып, олар ыдырап тарап кеткен. Сосын бізде келесіде олар Найман, Керей және Меркіт. Негізді олар біздің қазақтардың қалыптасуының көптеген ықпал еткен. Сол өйткені олар біздің қазақтың руларында бар. Сол бірінші Найман туралы айта кетсек, Найман деген сөз негізі 8 тайпалық одақ дегенді білдіреді. Негізі 8 одақ дегенді білдіреді. Және де олар 8 ғасырларда Орхон мен Ертістің ортасында пайда болған. Және де 907-1125 жылдар арасында Ляо империясының құрамында болған. Және де бөлініп, сосын қидандарға тәуелді болып, сосын бөлініп бөлек тәуелсіздік алып мемлекет құрған. Олардың бір қызық жері 11 ғасырда олар христиан дінін Несториан бағытында ұстанған. Және де олардың сол қағаны Елудаши деген олар қайтыс болғанда, олар тәуелсіздік алған. Тәуелсіздік алып, Инанш Білге қаған таққа отырады. Ол таққа отырғаннан кейін сол 11 ғасырдың екінші жартысын, сол 11 ғасырдың аяғында олар екіге бөлінеді. Олардың сол Инанш Білгенің екі ұлы, яғни Даян бұйрық пен яғни екіге бөлінді. Ол екіге бөлгенде сол екеуін сол екі ұлы басқарып отырды. Сол бірінші ұлы 1204 жылы сол бірінші ұлына моңғолдар шапқыншылық жасайды, ал екінші ұлына 1206 жылы шапқыншылық жасап, сол наймандарды моңғолдар жеңіп кетеді. Сосын сол ыдырап кеткеннен кейін күшілік сол барлық наймандардың барлық әскерін жинайды да, барлық әскерін жинап 1211 жылы қидандарды тізе бүктіреді. Және де 1218 жылы моңғолдар күшілікті өлтіріп, Найман мемлекетін алып алады. Келесіде бізде керейлер, олар 10-12 ғасырда өмір сүрген. Оның солтүстік ордасы Орхон өзенінде, және де оңтүстік ордасы Хуанхэ өзені бойында орналасқан. Оларда наймандар сияқты христиан Несториан бағытында ұстанған. Және де Тоғырыл хан, яғни Ван хан деген атпен танымал. Олар сол Тоғырыл хан кезінде олар керейлер күшейеді. Және де Тоғырыл ханның өзі Шыңғыс ханға қолдау көрсеткен. Шыңғыс хан сол Тоғырыл ханның сарайында оқыған деген деректер бар. Және сол керейлер моңғол, Қытай болып, керей болып, татарларға қарсы шыққан, және де татарлар жеңіп кеткен. Содан кейін қытайлар Тоғырыл ханға Ван хан деген атақ береді. Сосын 1203 жылы керей моңғолдармен соғысып, сол кезде Тоғырыл хан қайтыс болады. Сосын сол жылдары әлсіреп, керейлер бір бөлігі моңғолдарға кетіп қалады, қашып, және де бір бөлігі орта жүзге еніп кетеді. Және де ең соңғысы бізде Меркіт. Меркіт олар Орхон өзен жақта пайда болған, сол жақта өмір сүрген. Олар негізі көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Және де олар бір деректер бойынша олар Шыңғыс ханның бір әйелін алып ұрлап кетіп,
Сосын моңғолдардан қырылған, моңғолдар оларға шабуыл жасаған, және де олар 12 ғасырдың соңында олар ыдырайды, және де олар Жетісу мен Сырдарияға бөлініп кетеді. Негізі осы мемлекеттердің 6 мен 12 ғасырда өмір сүрген мемлекеттер негізі қазіргі Қазақстанның қалыптасуына көп ықпал еткен. Олардан бізден қазір мәдениет қалыптасқан, бүкіл мәдениет, шаруашылық, дін барлығы сол мемлекеттер арқылы бізге жеткен, солар арқылы қалыптасқан. Олардың ортағы, олар көптеген мемлекетпен соғысқан, және де жақсы қатынаста да болған, бір-бірімен соғысып, бір-бірінің орнын басып, территория жаулап, соңында осылай келе біздің қазақ хандығының қалыптасуына көптеген ықпал еткен.